Қазір осы аяқ киімдердің сезоны ғой енді. Мынау аяққа биік дейді. Бірақ енді өздері киген. Мені Instagram, TikToктан көріп қалыпты да, сонымен енді кішкене ыңғайсыз болса да киіп жүре берген. Кесуге болмайды деп айтады екен де көп жерде бұны. Енді кесем деген адам кесуге болады. Мына бір аяқ киімдер бар, енді кесуге болмайтындай аяқ киімдер болады. Сонымен ыңғайы келсе кесіп беруге тырысып жатырмын. Мынаның енді жартысын кесіп алып тастадым да. Мынандай қылып шығардым ғой. Мынау набойкасымен бірге жасалып тұрған түрі. Мінеңіз. Мынау дайын түрі міне. Естелающий набойкасымен. Мынаның асты мынандай көрдіңіздер ме? Бұлай көрсеткенде міне. Қараңыздар, қанша. Почти жартысы жоқ қой, мына жартысы. Көрдіңіздер ме? Қандай болып жатыр. Міне бұлай тексерсе, мына жерде 3,5 см алып тастадым кесіп. Кәдімгідей аласа болып қалды ғой. Пони болып қалды ғой, пони. Міне, бұлай екеуі бір тұр, ровно. Қараңыздар, қалай көтерілді. Көрдіңіздер ме? Екі саусақ болып тұр ғой. Сондай болып шықты. Мынандай кесіп қойдық. Кесем деген адам кеседі бәрінше. Мына жерге набойка жасаған кезде, мынау балайға басы көтеріліп қалады кескен кезде. Сонда мына жердегі резинканы жабыстырған кезде бұлай тартады. Мынаны тартыңқырап жабыстырып аламыз да, сол кезде тартылыңқырап кішкене алды басылыңқырап тұрады да, мына жер кішкене ыңғайлы болып қалады. Солай жасауға болады, солай жасап жатырмыз. Лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.